Түркияның Анталия қаласында грек-рим күресінен халықаралық турнир өтті. Бұл сында Қазақстан құрамасы 2 алтын, 2 қола жүлдеге қол жеткізді. 67 келіде Бағдат Сабаз бен 72 келіде Юсуф Ашрабов чемпион атанса, Еркебұлан Ардақов пен Рахат Бержанов қола жүлде иеленді. Немістер аға олимпиадаға тас түйін дайын. Дүйсенбі күні Мюнхенде Германия құрамасының спорттық киімдері таратылды. Барлық қыз-жігіттердің көңіл күйлері керемет. 4 жыл бұрын Бейжің олимпиадасында немістер жалпы командалық есепте тек Норвегияны алға жіберіп екінші орыннан көрінген болатын. Осы жолы топ жаруда топшылап отыр. Кешегі шара барысында жергілікті тілшілер біраз спортшыларды әңгімеге тартқан екен, қыз-жігіттер ағынан жарылыпты. Бобслей спорттың шеберлері Лиза Мари Баквиц пен Йоханнес Лохнер алтын медаль алу үшін аянып қалмаймыз десе, хоккейші Кай Висман дайындық жұмыстары ойдағыдай өтті. Үздікшіліктен көрінуге әл-ауқатымыз жетеді дейді. Ал спорттық киімдердің сапасы сын көтереді. Ойындардың ашылуы мен жабылуына киіп шығатын күртешелер жылы және ерекше үлгіде тігілген. Немістер аға олимпиада ойындарына 15 спорт түрінен 50-ден аса үміткер апаруды жоспарлап отыр. Әзірше хоккей құрамасы толықтай жасақталды. Олимпиада алауының эстафетасы кеше Франциямен шекаралас Альпі тауының ең биік шыңы Монбланға жетті. Бұл шараға тек қысқы спорт түрлері ғана емес, жазғы ойындардың чемпиондары мен паралимпиадашылар, сондай-ақ өнер жұлдыздары мен өзге саланың мықтылары да қатысып жатыр. Жалпы алауды алып жүру құрметіне 500-ден аса үміткер ие болған. Желтоқсан айында басталған алау эстафетасы 12 000 шақырым жол жүруі тиіс. Қазіргі таңда бел ортасына жетіп қалды. Бұған дейін Сардиния мен Сицилия аралдарында болған аға олимпиада алауы Неаполь мен Бари қалаларында басып өтті. Алау эстафетасы 26 қаңтар күні Кортина Дампецаға табан тірейді. Дәл осы жерде 70 жыл бұрын аға олимпиаданың алауы тұтанған болатын. Ал 5 ақпанда алау Миланға жеткізіліп, 6 ақпан күні Сан-Сиро стадионында 25 қысқы ойындардың алауы ресми түрде жанады.